алғашқы ұстаз. Бұл суретті мен әлі салып бітірген жоқпын. Сондықтан оның қалай болып шығарын күн бұрын айтуда қиын. Күнде таң сәріден тұрып, бұрын әр кезде жасаған түрлі вариант этюдтарды қайтадан 2-3 рет қарап шығамын да, елең алаңдағы тыныштықта әрі-бері жүріп тынымсыз ойланамын. Жоқ, мен әлі ойдағыны тапқан жоқпын. Істің бәрі алда. Бұл сурет әзірге көңілдегі тілек, жүректе толқыған қан тамырында жүрген елес, үміт, қиял ғана. Бітірмей жатып, болашақ туынды жөнінде күн бұрын жария салуды әуел бастан жаратпайтынмын, әбес көретінмін. Қызғаншақтық емес бұл, әрине. Бесіктегі нәрестенің кім боларын алдын ала кім біледі, бірақ бұл сапар өздеріңіз көріп тұрғандай мен ол әдетімнен танып, бітуге жақын шығармамды ортаға салып, ол жөнінде әңгіме қозғамақпын. Бұлай етпеске менің шарам да жоқ. Неге десеңіз, жалғыз менің ғана күшім жетпейді. Маған түрткі салып, қиялымды қозғаған бұл оқиға кеудеме сияр да емес. Мен оны сурет арқылы шашау шығармай жұртқа жеткізсем деген үміттемін. Осыған көпшілік қауым ақылын қосып тілегін айтса екен деймін. Ал шығарма көптің демінен жаратылған жалындай, қандарыңыздан қан, күштеріңізден күш қосып беріңіздер. Мен бұл жұмыс туралы сіздерге міндетті түрде айтып беруге тиістімін. Біздің ауыл Ақжар тауының етегінде орналасқан. Онан әрі қарай сілемдене сұлаған Қаратауға дейін ирелеңдеген өзен аққан, теміржол тартылған қазақтың сар даласы. Ауылдың жоғарғы жағындағы адырда мен бала кезден білетін 2 зәулім терек болатын. Бұл егіз терек қазірде сол жерде. Қашан қарамасаң да, ауылға қай тұстан келмесең де, бәрінен бұрын төбе басында бой түзеген осы биік теректер көзге бұрын шалынады. Неге екенін білмеймін. Әлде балалық әсердің күші ме, я болмаса суретшілік кәсібіне байланысты ма, әйтеуір станциядан түсіп, шатқалдан шыға ауылға қарай беттегенде, сол адырда баяғы қос терек мәуелеп өсіп тұр ма екен деп, тағатсыздықпен сол жаққа қараймын. Ертерек ауылға жетіп, тезірек төбе басына шығып, қос терекке иіліп сәлем беріп мауқым басылғанша, олардың сыбдырлаған үнін тыңдасам деп әрдайым аңсаймын. Талай бақтар бар, бірақ бұл теректердің бір естен кетпес қасиеті, олардың үні мүлде басқа, бейне тілі бар тәрізді. Күні түні тынбай әрдайым жапырақтары дірілдеп, шайқалған бұтақтары айқара құшақтаса, теректер сан алуан үнге салып шуылдайды. Бірде жиекке соққан ерке толқындай естілер-естілмес қана сыбдырлап, бірде тым тырыс, ойға шомып, сағынышты санаға батқандай әлденеге мұңдана күрсініп. Жұлқынған жел бұлттарды айдап, бұтақтарын қасарса игенде, теректер тіресе, өжет қарсыласып, бізді жығалмайсың дегендей өршелене қаһарлана түседі. Кейін ес кіріп, етек жиғанда мен бұл теректердің сырын түсіндім. Биікте, жан-жағы жалаңаш төбеде өскендіктен, бұлар әркез желдің өтінде болып, ауаның әрбір қозғалысына жауап қайтарып, әлгіндей толассыз шуылдап, мүлде басқаша бір үн қатуының себебі де сондықтан екен. Дегенмен, менің бұл топшылап тапқаның балалық қиялымның алғашқы әсерін жоя алмады. Сол кездегі түйгенім, сезінгенім қазірде көңілімнен кетпей, маған бұл теректер осы күнге дейін қандай да бір киелі нәрседей, сырлы, жанды сияқты көрінеді. Бұл теректердің түбінде менің өмірімнің ең бір сиқырлы шағы қалғандай, ойға алған сайын барлығын бастан есіме түсіргім келеді. Оқудан тараған жазғы мезгілде біз бір топ бала балапан ұстаймыз деп осы жерге келетіміз. Біздің шұрқыраған үнімізге разы болғандай, төбе басында кербез керле жайқалған алып теректер әдетінше жапырақтарын жай ғана сыбдырлатып, бізді өзінің саялы көлеңкесімен қарсы алатын. Сонда күстабан, жарға қалақан біз, тентектер,
Теректерге мысықша асылып шыға бастағанда шу көтерген көгершіндер жаны қалмай шыр-шыр ететін. Оған болатын біз бе? Бұтақтан бұтаққа өрмелей бір мезетте құстар ұшқан биікте алдымыздан ашыла қалған дүниенің көрінісіне таң қалып, бәріміз демімізді ішімізге тартып үн шығармай бұтақ-бұтаққа жабысып аламыз деген бұлбұлдың балапандарын ұмытып кететін едік. Біз ең үлкен үй деп есептейтін колхоздың ат қорасы теректің басынан тебінгідей ақ көрініп, ал енді ауылдан төмен әлдеқайда мұнартқан жазықтықтың соншалық шексіз екеніне, әрі тағы неше алуан жерлер, басқа тағы сан алуан күмістенген өзендер бар екеніне таңдана қарап, әлемнің шеті шегі осы ма, я болмаса онан әрі осындай аспан, осындай бұлт, осындай жер бар ма деп ойға бататынбыз. Осы сәтте ызыңдаған жел әуені құлаққа шалынып, оған ілесе бір үнмен сыбдырлаған жапырақтар, көз көрмеген көгілдір алыстықта не бір тамашалар, не бір қызықтар бар дегендей тамылжыған күй тартып, бетті еркелете сыйпар еді. Жүрегім жарылып кеткендей дүрсілдеп, қос теректің шуылын қиялға батып тыңдайтынмын. Көз алдыма ертегілердегідей неше түрлі ғажайыптарды елестетсем де, сонда бірақ нәрсе ойламаппын. Бұл теректерді кім отырғызды? Қандай тілек, қандай үмітпен өсірді екен дегенді ойыма да алмаппын. Осы теректер өскен жерді ауылдағылар неге екені белгісіз Дүйсеннің мектебі деп айтатын. Кенет бір мал іздеп қалғанда, ой, пәленше, менің торы құнанымды көрдің бе десе, онда анау тоқтай қалып, анау Дүйсеннің мектебінде жылқы жүр, сол жақтан іздеп көр, деп жүріп кететін. Үлкендерге еліктеп біз де жүр кеттік, Дүйсеннің мектебіне терекке шығамыз дейтінбіз. Бір кезде осы төбенің басында мектеп болған екен. Біз оның орнында көрмей қалдық, бірақ қос теректі төбенің аты ел аузында бұрынғысынша келе жатыр. Бұл мектептің орнын бала кезде бірнеше рет іздеп те көрдім. Кейінірек, неге Дүйсеннің мектебі, ол қай Дүйсен деп қариялардан сұрастырғанда, олар менің бұл сұрауыма енжар, болмашы нәрсе дегендей қол істеп, немқұрайлы жауап берді. Осы жүрген ақсақ қой Дүйсен. Кешегі сұрапылдан кейін ана төбенің басында бір жаман там болатын. Дүйсен комсомол болдым деп, сонда мектеп ашып бала оқытқан. Мектеп дейтін аты ғана болатын. О да бір өзінше қызық дәуір еді ғой, Құдай салмасын. Үзеңгіге аяғы тигеннің бәрі өзінше мықты боп, әркім білгенін істейтін. Дүйсен де сонда бір ойына келгенін істеп баққан. Қазір ол жаман тамның орны да жоқ. Бір жақсысы, аты жоқ төбе еді, Дүйсеннің мектебі болып аталып кетті. Дүйсен деген кісіні мен онша жөнді білмейтінмін. Бойы серейген, бүркіт қабақ, салауатты адам сияқты көрінетін. Оның үйі өзеннің арғы бетіндегі 2-ші бригаданың көшесінде еді. Мен ауылда жүргенімде Дүйсен колхоздың мұрабы болып, қанжығасына етектей кетпенді байлап алып, істен шығып қалған, өзіндей қалжыраған мәстекті мініп, кейде біздің көшені басып өтетін. Кейін почта жұмысына ауысып кетті дегенді ескенім барды. Бірақ әңгіме басқада. Ол кезде менің комсомол жөнінде түсінігім қазіргіден мүлде бөлек болатын. Іске мықты, сөзге берік, жалқау араман тамақтарды газетке әшкерелеп жазатын ауыл жігіттерінің ең мықтысы болар деп ойлайтынмын. Ал енді жаңағы сақалы бурыл тартқан қарапайым кісі шабан атын шу-шулеген сияғымен өз заманда қалайша комсомол болып, тіпті қара танымай жатып, балаларды қалайша оқытып, қайтып мұғалім болған ешбір көз алдыма елестете алмадым. Шынын айтсам, ауылдағы көп лақаптың бірі болар деп, мен бұл сөзге пәлендей сенген де жоқпын. Бақсам, Дүйсеннің мектебі дегеннің өз алдына тарихы бар екен. Мен оны күтпеген жерден жақында ғана білдім. Өткен күзде маған колхоздан телеграмма келді. 2 жыл бойы біздің колхоз өз күшімен жаңа мектеп салып жатқан болатын. Мектептің үйі жаңа ғана бітіп, ауылдастар мені оның ашылуына шақырған екен. Мұндай қуанышты күні
жерлестеріммен бірге болайын деп дереу жолға шықтым. Сурет салу үшін ауылға тіпті 3-4 күн бұрын бардым. Қаладан шақырылғандардан енді академик Сүлейменова келеді деп күтіп отыр екен. Ол кісі мұнда 1-2 күн аялдап, осы жерден пойызға мініп Москваға жүріп кетеді екен десіп жатты. Академик Сүлейменованың келетінін естіп, мен қатты қуандым. Бұл дүйім жұртқа белгілі білімпаз әйел біздің ауылдан екенін жас кезінде қалаға кетіп, кейін ғалым болғанын бұрын естіп жүргенмін. Ал енді өзімен қалада таныстым. Мен көргенде Алтынай Сүлейменова шашына ақ кірген, толық келген, 50-лерге таянып қалған адам екен. Университетте кафедра меңгеріп, философиядан лекция оқып, академияда істеп, оның үстіне әртүрлі қоғамдық жұмыстармен шетелдерге барып келіп жүрген ауылдас апаның жайбарақат отырып, хал сұрасуға шамасы келмей жүрді. Бірақ ұшырасқан сайын мейлі жиналыста, мейлі күтпеген жерден көшеде кездесе қалғанда біздің ауылдың амандығын сұрап, менің творчеством жөнінде қысқа болса да пікірін айтпай қалған емес. Мен бұл кісінің қарапайымдылығына, адамгершілігіне ішім жылып, бір күні ішімдегіні бүге алмай оған былай дедім. Апа, ауыл жаққа барып ел жұртпен дидарласып қайтсаңыз қайтеді? Сізді сыртыңыздан бәрі мақтан етеді екен, бірақ көпшілігі танымайды. Атақты ғалым қызымыз ауылын менсінбей жүрме деген сөздер де бар. Бұл айтқаның дұрыс інім, деп Алтынай Сүлейменова күрсініп қойды. Ауылды өзім де көптен бері аңсап жүрмін. Бармағаныма талай уақыт өтті. Ауылда пәлендей туыстарым жоқ, бірақ ел деген туыс, елден ұлық туыс болмайды. Сөзсіз барамын, қолым босаса болды, барамын, туған жерді сағындым. Академик Сүлейменова ол күні кешіңкіреп келді. Мектептің салтанатты ашылуына дәл оның машинасы көшеге тоқтағанда, жиналысқа келген жұрттың бәрі алдынан шығып, танығаны да, танымағаны да, кәрі жасы қалмай тегіс жүз көрсетіп қол алысты. Алтынай Сүлейменова мұндайды күтпеген болу керек. Қуанғанынан не істерін білмей, көпшілікке қол қусыра иіліп жүріп отырып, залдағы президиумнан орын алды. Бұндай салтанаттардың шетелде талайын көрген Алтынай Сүлейменова бұл сапар көзіне жас алып отырды. Жиналыстың аяғында пионерлер оның мойнына қызыл галстук байлап, гүл беріп, жаңа мектептің құрмет кітабына оның атын бірінші етіп жазды. Оқушылардың көңілді ойынынан кейін кешке таман біз бір топ мұғалімдер ауыл активтері болып мектеп директорының үйіне қонақта болдық. Мұнда да Алтынай Сүлейменованың келгеніне сүйсінген жұрт оны кілем төселген төрге отырғызып, қолынан келгенінше құрметтеп сыйлап жатыр. Үлкен дастарханның жиегінде жайнап отырғандар гу-гу сөйлесіп, тост артынан тост айтылып, шай ішіліп жатқан кезде қолына бір уыс газет журнал ұстаған жас жігіт есіктен кіріп келді де үй иесіне 10 шақты телеграмманы ұсынып, қол қойып беріңіз деп аялдады. Бұрынғы оқушылардан келген құттықтау телеграммалар қолдан қолға өтіп жатқанда әлдекім сөз басында: «Ой, мұны Дүйсен шал алып келді ме?» деп сұрап қалды. Деді жігіт, жиналысқа жеткізіп үлгерейін деп атын қансорпа қылып келген екен. Кешігіп қалдым деп өкініп жатыр. Ой, түсте оған аттан, үйге кірсін, деді үй иесі қолын бұлғап. Жігіт шығып кеткенде маған жанаса отырғандай Алтынай Сүлейменованың өңі қуара түсіп, әлдене есіне келгендей менен: «Әй, қайсы Дүйсен, кімді айтып жатыр?» деп сұрап қалды. «Колхоздың пошташысы, апа», дедім мен. «Дүйсен деген ақсақалды танитын бедіңіз?» Дегендей басын изеп Алтынай Сүлейменова бір нәрсе айтайын деді ме, орнынан тұруға ұмтыла беріп еді, соның арасында терезенің алдынан салт атты қораны дүбірлетіп өте шықты. Үйге кіріп келген жігіт: «Түсіңіз деп едім, тіпті болмай қойды ағай», деді. Жұрттың хатын таратамын деп жүріп кетті. «Қайтесің соны, кете берсін», отырғандардың ішінен біреу жаратпағандай қолын сілтеді. «Ол шалдың отырар жері бұл емес». «О, Дүйсен дегенді білмейсіздер,
Ол заңмен ғана жүретін адам, қызметін бітірмейінше еш жерге бұрылмайды, деді екінші біреу алдыңғыны толықтырып. Мейлі, ендеше ештеңе емес, дегендей үй иесі де басын изеп қойды. Сөйткенше, төрде отырған ауылдағы қадірменді адамдардың бірі шарап құйылған рюмкесін қолына алып сөз бастап кетті. Жолдастар, бір кезде біз әліпті таяқ деп білмейтін Дүйсеннің мектебінде де оқыдық қой. Ол бұл сөзге таң қалғандай күле сөйлеп басын шайқады. Қазір сол бір кез есіме түсіп жатыр. Ой, тоба десеңізші. Рас, десті басқалар. Ой, Дүйсенің бар болсын, сонында мұғалім, оқытушы, ұстаз деп те жүріппіз ғой. Қарқылдаған күлкілер басылған сәтте әлгі кісі сөзін әрі қарай жалғай түсті. Міне, енді алдымыз елге даңқы жайылған академик болып, кейінгіміз жоғарғы, орта білімі бар жұрт болдық. Ауылымызда бүгін жаңа орта мектеп аштық. Басқасын айтып не қылайын, заманның қалай өзгергені осының өзінен ақ көрініп тұрған жоқ па? Кәне онда, ағайын туғандар, біздің ауылдың ұл қыздары бұдан да әрі білімге кенеліп, өз дәуірінің алдыңғы қатарлы адамдары болу үшін. Бұл сөздерді отырған жұрт жаппай қолдады. Тек қана Алтынай Сүлейменова ернін тістеп қызара түсті. Ол рөмкенің ернеуін ерне тигізді де қайтадан орнына қойды. Оның бұл халін сөзге, күлкіге беріліп, қызған көпшілік байқаған да жоқ. Сіз неге көңілсіз отырсыз, апа, дедім мен. Жай әншейін, інім. Алтынай Сүлейменова 2-3 рет сағатына қарап басқа ештеңе айтқан жоқ. Қонақтар далаға дем алғалы шыққанда, Алтынай Сүлейменованың елден бөлініп, сонау төбе басында жайқалған қос терекке қарап, ойға шомып тұрғанын көріп, жанына жақын бардым. Ұясына жақындап, күзгі даланың сұрғылт шетіне иек артқан күннің алтын нұры биікте тұрған теректердің құзар ұшына бірдей тиіп, бірдей тимей құбылып тұр екен. Қайран теректер, жапырақ төгіп тұрған кезі екен. Жазда көктегенде көрсеңіз тамаша ғой, дедім мен. Мен де соны ойлап тұрмын, деп Алтынай Сүлейменова басын изеп күрсініп қойды. Әр нәрсенің жазы да, күзі де болады ғой. Бұл сәтте осы талайды көрген үлкен ғалым әйелдің түрі қайран, өтіп кеткен 18 қайта оралса деп іштей тынып, қызыл орамал тартқан балғын шағын есін алған кәдуілгі қарапайым қырғыздың әйелдеріне ұқсап кетті. Ол және бірдеңе айтқысы келгендей теректерге қарап, үнсіз тұрды да бір кезде қолындағы көзілдірігін киіп, сумкасынан папирос алып тұтатты. Москваның пойызы біздің станциядан түнгі 11-де өтеді емес пе, деді. Апа, 11-де өтеді. Онда менің қазір жүруім керек. Неге? Сіздің бір-екі күн осында болмақ ойыңыз бар емес пе еді? Ауылдастар сізді жібермейді, апа. Жоқ, менің шұғыл жұмыстарым бар. Бүгін жүрмесем болмайды, қазір кетуім керек. Жолдастарының ренжіп қалғанына болмай, түсіргелі жатқан асқа да қарамай, айтқанынан қайтпай кешірім өтініп, Алтынай Сүлейменова ақыры кетпек болды. Күн ұясына отырып, әбден кеш түскен уақытта ауылдастар түгел жиналып, оны машинаға мінгізді. Алтынай Сүлейменованы станцияға жеткізіп салу үшін мен де машинаға отырдым. Бұл кісінің дүйім жұрттың көңілін қалдырып, неге соншалықты асығыс қауырт жүріп кеткен ешқайсымыз түсінбей қалдық. Бір-екі рет мұның себебін сұрайын деп оқталып, ыңғайсызданып қалама деп имендім. Және де қазір оның ешкімге ештеңе айтпайтынына да көзім жетті. Жол бойы Алтынай Сүлейменова бір ауыз сөз айтпай, өте қатты ойланып, қапа болып келе жатты. Станцияға келіп, пойызға мінер алдында ақыры: апа, бір нәрсеге киіп, ренжіп келдіңіз. Неге ашуландыңыз? Жоқ, олай деп ойлама. Неге ашуланайын? Ашулансам да өзіме ашуланамын, өзімнің білместігіме. Көңілдеріңізге еш нәрсе алмаңыздар, деді. Қайта сіздердің маған ренжулеріңіздің жөні бар. Сонымен Алтынай Сүлейменова Москваға жүріп кетті. Мен қалаға қайтып оралғаннан кейінгі күндердің бірінде Алтынай Сүлейменовадан
Ойламаған күтпеген жерден хат алдым. Өзінің ғылым жұмыстарымен Москвада ұзақ уақыт болатын жазып, одан әрі хатында былай депті: қымбатты інім, қаншама шұғыл жұмыстарым болса да, барлығын жиып қойып, мен осы хатты жазуды мақұл көрдім. Егер осында айтылғандар сізді қызықтырса, онда өз творчествоңызда пайдалануыңызды өтінемін. Өйткені бұл мен үшін ғана емес, біздің ауылдастар үшін ғана емес, біздің жалпы жұмысқа, көпшілікке, әсіресе жастар үшін қажет қой деп ойлаймын. Бұл менің көп толғаныстан кейін түйген пікірім. Бұл менің жұрт алдында жүрегімді ұсынып тарту еткен сырым. Сондықтан мұны қанша көп адам білсе, мен сонша бақытты боламын. Жұрт алдында соншалық парызды өтеп, соншалық күнәмнан арыламын. Егер қағаз бетіне түсіретін болсаңыз, мені ыңғайсыз жағдайда қалар деп кібіртіктемеңіз. Ештеңесін жасырмай, турасын ашық жазыңыз. Мен осы хаттың негізінде бұдан әрі қарай академик Сүлейменованың өз атынан әңгімені жалғағым келеді. Бұл оқиға 1924 жылы болған. Менің әлі есімде, дәл сол жылы болған. Ол кезде қазіргі біздің ауылымыз тұрған жерде 10-15 үй жатақ түтін түтететін. Онда мен 14-тегі жетім қыз аталас тумаларының қолында жүретінмін. Сол жылы күзде малды жандылар қыстауға көшіп кеткеннен кейін біздің ауылға мен бұрын көрмеген, үстіне әскери шинель киген бейтаныс жігіт келді. Елден жолдан жырақ тау баурайындағы шағын қырғыз ауылына бұл бір үлкен оқиға болды. Дегенде оны әскери басшылықта жүріп, енді ауылға мықтының өзі болып оралыпты десіп, кейіннен жоқ, ойбай, бұл баяғы темір жолға тентіреп кеткен Тастанбектің баласы Дүйсен деген екен. Өкімет оны әскерден босатып, мұғалім етіп жіберіпті. Мектеп ашып, бала оқытады екен десіп, жұрт бұл оқиғаны әр саққа жүгіртті. Мектеп, оқу деген ұғымдардың өзі ол кезде бізге онша таныс емес жаңа сөздер. Бұл алып қашпа сөздер рас па, әлде жалған ба, не болады, қалай болады деп жүргенде, ауыл ортасындағы дөңге жиналсын деген хабар айтылып қалды. Ой, сұмдық, бұл тағы қандай жиналыс еді, деп ағам жаман атына мініп жүріп кеткенде, басқа балалармен қосылып, мен де оның артынан бардым. 5-6 атқа мінген, қалғаны жаяу шағын топтың ортасына, үстіне көнетоздау қара шинель киген, көзі бажырайған, қатқан қара жігіт сөйлеп тұр екен. Біз жетіп барған кезде, ердің үстінде шалқая шіреніп тыңдап тұрған аттылардың бірі оның сөзін бөліп жіберді. Әй, балам, деді ол аптыға сөйлеп, біз сенің ата тегіңді ғой білеміз. Біз сияқты қара табан кедей еді. Ал сен қайда жүріп молда болдың? Дүйсен кейін бұрылып жауап берді. Мен молда емеспін, ақсақал. Мен комсомолмын. Қазіргі кезде хат танығанды мұғалім дейді. Мен әскерде жүріп хат танып келдім. Менің молдалығым осындай. Бәлі. Оның дұрыс екен, десті. Комсомол мені мұғалімдікке дайындап, бала тәрбиеле деп жіберді. Мектепті сіздердің көмектеріңізбен анау төбеде бос тұрған жаман тамды оңдап ашамыз деген ойым бар. Қалай дейсіздер? Ақылдарыңызды айтыңыздар. Баяғыдан мысықша аңдып, бір көзін жұмып үндемей тұрған Сатымқұл шырт түкіріп сөйлеп кетті. Оныңды қоя тұр. Оқудың бізге керегі қанша? Дүйсен не дерін білмей алаңдап жан-жағына қарады. Бәрі келді, дұрыс айтады, деп бер жақтағылар дүрліге қозғала бастады. Біз жер емшегін емген диқандармыз. Ал біздің балаларымыз оқу оқып, ел сұраған өкімет болатын беді? Қой айналайын, басымызды қатырма. Қатқыл үндер шыға бастағанда, өңі қашып, даусы дірілдеген Дүйсен жиналғандарды көзімен бір шолып өтіп, сіздер бала оқытуға қарсысыздар ма? Деп сұрады. Ал қарсы болғанды сен зорлайсың ба? Қазір халықтың өз еркі, бостандыққа шыққанбыз, деді арғы жақтан бір дауыс. Шинелінің ілгегін жұла жаздап ағытты да, Дүйсен төс қалтасынан 4 бүктелген қағазды суырып алып, оны жоғары көтеріп,
айқайлай сөйледі. Сіздерге жер, суды алып берген кеңес үкіметінің бала оқытсын деп мөр басып берген мына қағазына қарсы шығасыздар ма? Кәне, кеңес үкіметінің мизамына кім қарсы? Кім? Оның кім деп айқайлай салған сөзі күзгі тымық ауаны атылған оқтай тіліп, жақпар тасқа шақ-шақ етіп тигендей болды. Ешкім үндемей, бәрі тым-тырыс бола қалды. Сіздер кедейсіздер, деді Дүйсен шаршаған кісідей даусын бәсеңдете сөйлеп. Біз өмір бойы аяқ астында езіліп, есіміз кеткен елміз. Үкімет енді бізге көзін ашсын, хат танып білімге қолы жетсін деп жатыр. Міне, сондықтан балаларды оқытуымыз керек. Демі тарылған Дүйсен сөйлеп болғанда, әлгінде оның молдалығын сұраған кісі, мейлі ендеше. Істер жұмысың болмаса қайтеміз, оқытсаң оқытарсың, деп қойды. Мен сіздерден жәрдем сұрап тұрмын. Байдан қалған ана жаман ат қораны оңдайық, көпір салу керек, отын керек. Өй жігіт, қоя тұршы, деді әлгі Сатымқұл тағы да шырт түкіріп, жұмған көзін ашып. Мектеп ашам деп айқайлайсың, үстіңде тоңың жоқ, астыңда атың жоқ, айдап қойған жерің жоқ, айдауда малың жоқ, немен күн көресің? Ептеп күн көремін, үкімет маған көмек береді. Солай десейші, деді Сатымқұл рахаттана ыржия күліп, төсін қақайтып, ерден көтеріліп. Сөздің шыны жаңа айтылды ғой. Сен ол үкіметтің қаржысымен жұмыстарыңды бітіріп, балаларды оқыта бер. Ал бізді қинама. Өз тауқыметіміз жетіп жатыр. Сөйтіп, Сатымқұл атының басын бұрып жүріп кетті. Оның артынан басқалар да тарай бастады. Қағазын қолына ұстаған бойы Дүйсен көпке дейін орнынан қозғалмай тұрды. Мен оған қадала қалған екенмін. Қасымнан өтіп бара жатқан ағам, «Өй, сен бұл жерде не қып жүрсің? Қайт үйге ербемей», дегенде балалардың артынан жүгіре жөнелдім. Қарай көр, бұлар да жиыннан қалмайтын болып апты. Ертеңіне суға барғанымызда кетпен, күрек, балта көтерген Дүйсеннің суды кешіп өтіп, төбе басындағы жаман тамға қарай кетіп бара жатқанын көрдік. Осы күннен бастап күнде таңертеңгісін үстіне қара шинелін киген Дүйсеннің қарасы жоғары бір өтіп, күн батарда төмен бір түсіп жүрді. Кейде сабан арқалап, кейде қурай құшақтап тасыды. Ауылдағылар оны көргенде, бұл кім болды екен деп, көзін көлегейлеп қарап әңгіме қылатын. Ой, мынау отын арқалаған Дүйсен мұғалім емес пе? Дәл сол. Ой, бейшарай, мұғалімдік қызмет дегенің рахат жұмыс емес екен ғой тегі. Қарашы, байдың тоқалындай отын арқалап бара жатқанын. Өстіп жүріп, оның нығыз сөйлейтінін қайтерсің. Қолында мөр басылған қағазы барда күш сонда. Мұғалімнің ол жерде не істеп жүргенін білуге қызығып, бір күні адырдан тезек теріп келе жатқан 3-4 қыз сонда қайырылдық. Бұл жаман там о баста бір байдың ат қорасы болған. Қыстың көзі қырауда құлындаған биелер құлындарымен осында бағылады екен. Кеңес үкіметі орнап, бай қашып кеткен соң ат қора қаңырап қалып, айналасын жантақ тікенек жусандар басып, кісі барудан қалған болатын. Дүйсен тікенектерді кетпенмен қопара шауып, тамның құлап қалған жерлерін жөндеп жүр екен. Дәл өзіміздің бойымыздай үлкен ала қаптарды арқалап, біз осы жерге демалуға отыра қалғанымызда, үсті басы лай жеңін түрініп алған Дүйсен тамнан шыға келді де, бізді көріп, бетінің терін сүрте жымиып күлді. Қыздар, келіңдер, тезек теріп келесіңдер ме? Біз ұялғаннан үндемей, бір-бірімізге қарап, қап-қаптың түбінде отырған жерімізден дегендей басымызды изеп қойдық. Біздің ұялып отырғанымызды бірден түсіне қойған Дүйсен тағы да жымия күліп сөйледі. Келгендерің жақсы болды ғой, қыздар. Міне, мектептерің даяр десе де болады. Жаңа ғана бір бұрышына пеш сияқты бірнеңе орнатқан болдым. Көрдіңдер ме? Мұржасы да үстінде көрініп тұр. Енді қыстық отынымызды тамның бір жағына жиып аламыз да, жерге сабанды қалыңырақ төсеп тастап, оқуды бастай береміз. Қалай? Мектепке келесіңдер ме? Оқыларың келе ме? Қыздардың ішіндегі естияры мен едім. Балалар үндемей қалған соң, жеңгем жіберсе келемін, дедім. Дұрыс, жібермегенде қайтер дейсің?
Атың кім сенің, Алтынай? Дедім мен тіземнің жыртығын етегіммен көлегейлеп. Алтынай жақсы екен. Сен өзің ақылды бала екенсің, деді ол, мені еркелете сөйлеп. Алтынай, сен басқа балаларды да мектепке оқиық деп ертіп кел, жарай ма? Мақұл аға. Мені ағай дегейсің. Мектептің ішін көргілерің келе ме? Кіріп көріңдер, қыздар, қорықпаңдар. Жоқ, біз кетеміз, деді қыздар. Өздерің біліңдер, оқуға келгенде көрерсіңдер, бара қойыңдар. Мен күн батқанша отынға тағы бір барып келе қояйын, деп Дүйсен орақ жібін алып далаға жүріп кетті. Ол кеткенде біз де қаптарымызды арқалап жүріп кеттік. Былайырақ барған соң менің басыма бір ой келді де, тоқтаңдар қыздар, тұра тұрыңдар, дедім. Мектепке отын керек екен, тезегімізді тамның түбіне төгіп кетейік, ішке өзі кіргізіп алар. Онда үйге құр қол барамыз ба, ақылдысын мұның. Қайта барып тағы теріп келейік. Қой шәрі, күн кешкіріп қалды, шешелеріміз ұрысады, деп қыздар маған қарамай қаптарын мықшия көтеріп жорыта жөнелді. Мен сонда не үшін сөйткенімді осы күнге дейін түсінбеймін. Әлде қыздар менің сөзіме көнбей қойғанынан намыстандым ба, я болмаса қаршадайымнан сорым қайнап, қағу соғы көріп, жалтақ өскендіктен мені бұрын көрмеген, білмеген адамның жүрегімді жылыта мейірлі қарап, сен өзің ақылды бала екенсің, деп екі ауыз сөз айтқаны жүйкемді босатып кетті ме, айта алмаймын. Бірақ қазір ойлап отырып, менің нағыз тағдырым осы бір қап тезектен басталды ма деп те қаламын. Өйткені сол күні бұл жорығымның аяғы не болар екен деп тартынбай бел байлап, өмірімде алғаш рет өзім дұрыс деп тапқан ойымды орындадым. Әйтеуір жолдастарым тастап кеткеннен кейін мен кейін қарай жүгіріп отырып Дүйсеннің мектебіне келдім де, қаптағы тезекті там түбіне төге салып, жүгірген бойда адырдың қойын қолтығын кезіп, тезек теруге асықтым. Әлдеқандай үлкен ерлік көрсеткенде жүрегім алып ұшып, әдепкіде бет алды жүгіріп кете бердім. Адыр үстінде ойнаған күн сәулесі күзгі шилердің сида басына жалын ойнатып, бос топырақ жерді қызыл сұр түске бояп, біреуге болмашы ғана жақсылық істегеннен атша тулаған жүрегімде қаншалық қуаныш бар екенін білгендей, менің тылтиған бешпетімнің күміс түймелеріне шағылысып, жүзіме, маңдайыма еркелетіп нұрын төгіп тұрды. Алғаш рет өзімнің күшімді сезініп, менің де қолымнан бір нәрсе келеді екен ғой, деген оймен көз көрген жер, аспан, самалға біліп қой. Мен енді сөзсіз мектепте оқимын. Өзім ғана емес, басқа балаларды да ізіме ертемін, деп көңілім тасып мақтанып келе жатырмын. Өстіп жүгіріп бара жатқанда бір уақыт есіме түсті де жерден тезек іздей бастадым. Әлгінде ғана толып жатқан тезектер қазір неге екенін белгісіз құрып кетіпті. Алаңдаған көзіме тезектер анда-санда ғана бір шалынып, қараңғы түскенше қабым толмай қалады-ау деп одан бетер сасып есім шықты. Айтқанымдай қап ортасына келе бергенде күн ұясына отырып, әп сәтте айналаны қараңғылық басты. Мұндай ен далада жалғыз болып көрген жоқ едім. Елсіз меңіреу далаға түн қанаты жайылып, енді мен бұл жерде бір нәрсе ұстап алардай қапты иығыма лақтыра салып ауылға қарай тұра жүгірдім. Қорыққанымнан бақырып жылағым келді. Мүмкін жылап та жіберер едім, бірақ Дүйсеннің әлгінде айтқаны есімнен кетпей, ол мені көріп тұрғандай ұялғанынан шымырқанып, үн шығармай еле жаттым. Қара терге малынып, үйге келгенімде ошақ басында от жағып отырған жеңгем ұшып тұрды. Ол өзі ұрысқақ, нашар адам еді. Сен қайда жүрсің, әй? Деді ол жұлқынып. Мен жауап қайтарып үлгергенше қолымдағы қапты жұлып алды. Түн ортасына дейін сандалып жүріп тергенің осы ма? Қыздар айтып қойса керек, о өлігіңе ғана отырайын. Мектепте сенің нең бар еді? Жеңгем менің құлағымды жымқыра ұстап, көк желкемнен төмпештей бастады. Ит жетім, көк жетім, бөрік ішігі ит болмайды деген осы. Жұрттың баласы үйіне тасыса, бұл үйден тасиды. Ендігәрі сол жаққа аяғыңды басып көр, сирағыңды сындырып, табаныңды тіліп тұз құяйын. Мектепшілігін мұның. Мен тіс жарып үндеген жоқпын. Ошақтың басында бүкшиіп жылап отырдым. Ол ақымақ қатынның ұрған соққанына жыламас едім-ау. Ондайға әбден көндіккенмін. Менің жылағаным
Жеңгем менің еш уақытта мектепке жібермесін түсіндім. Өстіп, жылап отырып бүк түскен бойы ұйықтап кеткен екен. Түсімде қараңғылық басқан ен далада тезек теріп жүрмін. Бір кезде шидің арасынан жеңгем болып ақсиған қарағатын шыға келді де маған қарай ұмтылды. Қапты арқылай қаша жөнелдім. Жүрегім аузыма тығылып, демім бітіп, аяғыма шөп оралып, жүрісім өнбейді. Байбалам салған қарағатын қуып жетті де мені жерге алып ұрып, жұлмалап тұншықтыра бастады. Ол менің қолымдағы қапқа жармасып жатты. Бермеймін тезекті, мектепке апарып беремін, қоя бер мені, қоя бер, деп шыңғырып жатырмын. Осыдан 2 күннен кейін таңертеңгісін ауыл иттері дүрліге үріп келе жатқан адамдардың дауысы естіліп қалды. Қарасам, Дүйсен ауылды үйме-үй аралап, балаларды мектепке жиып жүр екен. Онда ауылда көше жоқ еді. Әр жерде сылағы түскен қотыр тамдар ретсіз орналасқанды. 10 шақты баланы ізіне ерткен Дүйсен ана үйге бір кіріп, мына үйге бір кіріп аралап жүрді. Біздің үй ең шетте болатын. Жеңгем екеуміз есік алдында келі түйіп, ағам шойын жолдың базарына астық апарып сатамын деп қора ішінде ұра ашып жатқан. Зілдей ауыр келсапты ентіге жоғары көтергенде, ылғи көзімнің қиығымен Дүйсендер жаққа қараймын. Олар біздің үйге келмей, кері бұрылып кетеме деп те қорқып тұрмын. Жеңешемнің мені мектепке жібермесіне көзім жетіп тұрса да, әлденеден үміттеніп, еш болмаса мұғалім мұнда келіп, менің осында екенімді көрсе екен деп тағатсыз күтіп, келтіре көр, Құдай, келтіре көр деп іштей жалбарынып тұрмын. Дүйсен үйлерді кезегімен аралап отырып, бізге де келіп жетті. О, жеңгей, ісіңіз өнсін, мына балалар бәріміз қонаққа келдік, деп Дүйсен жайдары күліп амандасты. Жеңгем, келіңдер, деп оның келгенін жақтырмай амалсыз күңк етті. Ағам болса, ұра қазған бойы басын көтергенде жоқ. Бүгін оқу басталды. Қыздарың неше жаста? Деп Дүйсен есік алдында жатқан тасқа отырып, қолына тізім жазған қағазын алды. Жеңгем ләм-мим деп жауап қатпай ашумен келсапты көрсеткізді. Енді не болар екен деп ішімнен қыпылдап тұрмын. Зәре жоқ. Дүйсен маған қарап баяғыдай жүрегімді жылыта күліп қойды. Алтынай, жасың нешеде? Мен зәре құтым қалмай үндеген жоқпын. Мұның жас басын не қыласың, деді жеңгем алқына. Бұған ұқсаған жалаңаяқ қу жетімек түгіл, нанды нана деп ерке өскен атанасы барлар да оқымай-ақ жүр ғой. Ана ертіп жүрген балаларыңды оқыта бер, мұнда шаруаң болмасын. Дүйсен орнынан ұшып тұрды. Өңі қуарып, бүркіт қанат қастары жиырыла түсті. Бұл не дегеніңіз? Жетімнің Құдайға жазығы не? Жетім қыздар оқымасын деген закон бар ма екен? Закон паконыңмен ісім жоқ. Байқап сөйлеңіз. Бұл бала сізге керек болмаса, кеңес өкіметіне керек. Жауапқа қалып жүрмеңіз. Ой, сен қаяқтағы дөкейсің. Бағып жүрген қызымды мен білемін бе, я болмаса жеріңнен ауып тентіреп жүрген сен білесің бе? Бұл істің аяғы немен бітерін Құдай білсін. Дәл сол кезде ұрадан ағам шыға келді. Ол әйелінің билік айтып, сөз таластырғанын жақтырмайтын, оны ылғи сабайтын. Бұл жолы да оның осы шорт мінезі ұстап кетті білем. Әй қатын, деді ол ұрадан шыға сала айғайлап. Сен қашаннан бері билік айтатын білгіш болып кетіп едің? Көп сөйлемей шаруаңды бітір. Айда Тастанбектің баласы. Дау шарыңды тоқтат. Алып кет қызды мектебіне. Оқытасың ба, шоқытасың ба, ерік өзіңде. Шатағың керек емес. Алып кет. Мұны мектепте талтаңдатып қойып, мен не күн көремін? Келіні кім түйеді, диірменді кім тартады деп жеңгем тағы бұлқынып еді. Ағам оның аузын баса қойды. Жап аузыңды оттамай. Дегенім деген. Айттым, бітті. Міне, сөйтіп мен бірінші рет мектепке бардым. Осыдан бастап Дүйсен күнде ауылды үйме-үй кіріп, бізді мектепке алып барып жүрді. Алғашқы күні ол бізді жерге төселген сабанға отырғызып, қолымызға бір-бір дәптер, бір-бір қалам, әрқайсымызға әдейілеп жасалған кішкене тақтайша берді де, мұны тізелеріңізге қойып хат жазасыңдар деді. Онан кейін қабырғаға ілініп қойылған суретті көрсетіп, мына бұл кісі Ленин деді. Біз осы кісінің айтқан көрсеткен жолымен жүреміз. Лениннің сондағы суреті менің әлі есімде.
Кейінірек мен мұндай суретті кездестіре алмадым. Реңі жүдеу, Ленин ол суретте жаралы қолын мойнына асып, артын жапыра киген кепканың астынан жұбау қарап, ештеңе емес, балалар, сендер де үлкейіп жетілесіңдер. О, сендердің келешектерің қандай тамаша дегендей терең ойға шомып тұрған еді. Дүйсен бұл суретті көптен алып жүрген болуы керек, шамасы қағазы ескіріп, шеттері жыртылып қалған болатын. Бұдан басқа мектепте еш нәрсе жоқ еді. Мен сендерге, балалар, әріп жазуды, сөз, сан жазуды үйретемін. Өзім не білсем, соны оқытамын, деген еді Дүйсен. Айтқанындай, Дүйсен білгенін аямай, әрқайсымыздың үстімізге үйіріліп, қалам ұстаудан бастап үйретіп, біз түсінбеген саяси сөздерге шейін түсіндіріп, жанын сала оқытуға әрекеттенді. Қазір ойласам, қолында әліппесі де жоқ, бұл шала сауат, екі сөзді әзер қосып ежіктеп оқыған жас жігіттің әрине онда оқудың тәртібі, жол жобасы жөнінде ешқандай хабары да болмаған екен. Оқытудың жөні осы деп өз білгенінше, өз топшылауынша оқыта берген екен. Бірақ оның ақ пейілімен істеген әрекеті меніңше босқа кеткен жоқ. Өйткені сонда біз үшін, ауылдың шетінен шығып көрмеген тау қойнындағы қырғыз балалары үшін, сол мектеп деп аталған, тесігінен жел азынаған, есігінің саңлауынан сонау алыстағы ақ қар жамылған тау шоқылары көрінген, ысқа малынған қотыр тамда құлақ естітіп, көз көрмеген жаңа дүние басталды. Біз сонда Әулиеата, Ташкенттерден де зор Москва деген Ленин тұрған қала бар екенін, теңіздерде таудай кемелер жүзіп жүретінін, шамға құйылатын жермайдың жер астынан шығатынын білгенбіз. Халық байып, тұрмыс түзелгенде біздің мектеп столдар қойылған үлкен ақ там боларына біз сонда-ақ сенгенбіз. Ептеп қара танығаннан кейін ат, таға деген сөздерді жаза алмай жатып, біздің алғаш аузымызға алған сөзіміз Ленин болған. Біздің саяси әліппеміз бай, кедей, батырақ, кеңес деген сөздерден тұрған. Осының бәрін Дүйсен бізге қолынан келгенінше үйретіп, түсіндіріп, оқытып жүрді. Дүйсеннің әкесімен бірге шойын жолда істеп жүріп, Михаил Семенович деген қарт мұғалімнің қолында екі қыз оқып жүргенін, әскерге барғандағысын, ақтармен соғысқандағысын ұйып тыңдайтын едік. Ал енді Ленин туралы Дүйсен өз көзімен көріп келгенде айтатын еді. Бір қатары ауыздан ауызға ауысқан халықтық аңыз болса да, біз үшін оның бәрі тап-таза, қоспасы жоқ шындық болатын. Біз ешбір күмән келтірмей кейде, ағай, Ленинге сәлем бергенде қолынан алдыңыз ба? Деп сұрап қалатынбыз. Онда біздің оқытушы басын шайқап, жоқ балалар, жүз көрісіп жолыға алған жоқпын, деп соған өкініп күрсінетін. Ол әр айдың аяғында болысқа барамын деп жаяу кетіп, 2-3 күн жол жүріп келетін. Сол арада біз оны кәдімгідей сағынып қалатынбыз. Жанымнан артық көретін туысым келердей жеңгеме білдірмей ауық-ауық жолға қарап, мұғалімнің қоржын көтерген қарасы қай жерден көрінер екен, жайдары мінезі мен күлкісіне қашан кенеліп, жүрегімді жылыта қараған көздерін қашан көрер екенмін деп тағатсыз күтер едім. Дүйсен оқытқан 10 шақты баланың ішіндегі естияры мен болатынмын. Сондықтан сабақты дұрысырақ білгені де мен болдым ғой деймін. Тек бұл ғана емес, оқытушының әрбір сөзін көрсеткен әріп таңбаларын мен ұқыптылықпен қағып алып, барлық ықылас ынтамды салып оқитынмын. Мен үшін бұдан үлкен, бұдан артық жұмыс болған емес. Дүйсеннің берген дәптерін қимай, қай жерде жүрмейін, орақтың ұшымен жерді шимайлап, қабырғаға қар үстіне әріп салып, сөз жазып оқығанмын. Өз ойымда менің үшін Дүйсеннен артық, онан білімді кісі болған емес. Сөйтіп жүргенде қыс та түсті. Суық түскенше төбенің етегін орай аққан суды қол ұстасып кешіп өтіп жүрдік. Кейін сирағымыз қақсап, майда балалар шыдағысыз болғанда Дүйсен олардың бірін арқалап, бірін құшақтап өткізіп жүрді. Адамдардың сондағы қараңғылығы ма, әлде түсінбестігі ме білмеймін, Дүйсеннің мұнысын келеке етіп күліп жүрді. Әсіресе қыстаудағы малдылар диірменге ұн тарттырғалы келгенде, қаптарды астарына салып алып, үлкен сары тон, түлкі тымақ киіп,
құйрығы шарт түйілген жарау аттарын ойқастата ішкен бозасына кекіріп, «Ә ботам, мына бұл бірін қолына көтеріп, бірін арқалап балапан ерткен күрке тауық сияқты неме кім өзі?» деп қамшысымен түрте өтетін еді. Онда екіншісі атын тебіне беріп, «Атаңның гөрі, әйел болса тоқалдыққа алатынның өзі ғой» деп қарқ-қарқ күліп кететін. Сонда аналардың айтқанына жылап жіберетіндей ішім күйіп, күшім жетсе оларды тізгінінен алып, біздің оқытушының садағасы кет, сіздер ұятсыз ақымақ адамсыздар деп бетінен алсам әттең деп ызаға булығатынмын. Бірақ Дүйсеннің мұған арланғанын көрген емеспін. Ол мұны естпеген болып, сабыр етіп, бізді басқа әңгімеге бұрып кететін. Көпір салуға ағаш жоқ, аттағыш қоялық деген оймен бір күні майда балаларды үйге ұзатып салып, Дүйсен екеуміз суға тас салып, тастың үстіне шым қойып іске кірістік. Қазір ойлап отырсам, сонда ауылдағылар ақ екі ағаш тастап бітіре қоятын жұмыс. Бірақ онда оқудың мәнісін түсінбеген жұрт Дүйсенді істейтін ісі жоқ әпендідей көріп, шыдасаң оқыт, болмаса қой дегендей, ат кешіп өткен жерге көпір салып көрмеген немелер өздеріне керек жоқ болған соң біздің жайымызды естеріне де алмапты. Бірақ олардың неменеге осынша азап шегіп, мазақ болып, біреуден артық болмаса еш кем емес осы жас жігіт қолынан келген барлық әрекетін істеп, жұрттың балаларын оқытып жүр екен дегенді ойланулары керек еді. Біз аттағыш салып жатқанда қар жауып кеткен еді. Тас төбеден шыққан мұздай суда қазандай тастарды көтерген Дүйсеннің қалай шыдап жүргенін білмеймін. Бір уақытта тіземнің тамыры тартылып, я үн шығара алмай, я жағаға шыға алмай, көзім қарауытып құлап бара жатыр екенмін. Дүйсен мені көре салып, қолындағы тасын ырғытып жіберді де, мені қағып алып жиекке жүгіре шықты. Жерде жатқан шинеліне отырғызып, түйілген тамырды уқалап, көгерген аяқтарынды жылылап орап қымтады. «Қой, Алтынай, айналайын, мен өзім ақ қазір бітіремін, отыра бер». Аттағыштарды қойып болғаннан кейін, етігін киіп жатып, Дүйсен менің үрпиген түріме қарап, жымиып күліп қойды. «Жылындың ба, Алтынай?» Онан кейін, «Баяғыда тезекті сен төгіп кетіп педің?» деді. Дедім мен. «Мен де солай деп ойлап едім» дегендей Дүйсен мұртынан күлімдеп қойды. Сол бір болар болмас нәрсені ұмытпай есінде сақтап жүргеніне мен іштей әбден риза болып, төбем көкке жеткендей қуандым. Екі бетім жанып дуылдап кетті. Дүйсен менің сүйсінгенімді сезген тәрізді. «Жайнаған көзіңнен айналайын», деді ол мені еркелете. «Оқуға өте құштарсың. Әттең қолымнан келіп сені үлкен шаһарлардың бірінде оқытсам, адам боп шығар едің», деді де, орнынан тұрып, сылдырлай аққан мөлдір судың жиегінде, әлі көз алдымда екі қолын желкесіне салып, көкірегін кере, сонау жақта қиялап көшіп бара жатқан шарбы ақ бұлтқа қарай ойға шомып тұрды. Сонда не ойлайды екен ол? Әлде қиялында мені ер жеткізіп үлкен шаһарға алып барып оқуға түсірді екен? Ай Құдай, Дүйсен менің туған ағам болсайшы. Мойнына асылып еркелеп, көзімді жұмып, қатты-қатты құшақтап, бар жақсы сөзімді құлағына сыбырлап айтсам, деп тіледім мен сонда. Біз оның білімінен гөрі осындай адамгершілігін, біз үшін деген ілгері ниет, жақсы тілегін бала болсақ та бағалап қатты құрметтейтінбіз. Әтпесе бізді тізеден қар кешіп, сақылдап сарайызда қақаған борасында жетелеп, ауылдан шеткері мектепке барасыңдар, жаман табында көк бұрыштай көгеріп отырып, сабақ оқисыңдар деп қыстаған ешкім болған жоқ. Үсті басымызды қырау басып кетсе де шыдап, ылғи кезектесіп, бірімізді пешке от жағып, қол аяғымызды жылытып жатқанда, қалғанымыз бас алмай Дүйсеннің айтқанын тыңдап, көрсеткенін үйреніп оқып отыратынбыз.